Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қызылшадан дайындалатын өте ерекше салаттың дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге осындай қайнатылған қызылша қажет болады. Қызылшаның барлығын үккіштен осылай өткізіп шығамыз. Енді бізге сырты ашылған осындай алма қажет. Алманы да үккіштен өткізіп аламыз. Бізге консервадағы осындай жүгері қажет болады. Жүгерімізді салатқа қосып, үстіне майонезімізді қосып, салатты жақсылап араластырамыз. Достар, алдағы уақытта каналыма шыққан жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Енді дәміне қарай азырақ тұзымызды қосып, тағы да салатымызды жақсылап араластырамыз. Сонымен біздің салатымыз дайын болады. Салатымызды тарелкаға салып, үстінен жүгеріден осылай азырақ сепсек, салатымыздың түрі өте әдемі болып шығады. Әрі дәмі де өте керемет, ерекше болып шығады. Және дастарханның кез келген мерекелік дастарханға өте әдемі үйлесетін салат. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.